Баршаңызға сәлем, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте жұмсақ болып шығатын творог қосылған булочканың рецептімен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін мұқият қараңыздар. Міндетті түрде құпия рецептімен бөлісетін боламын. Қараңыздар, қалай пышный болып шықты. Егер сіздерге видео рецепт ұнаса, лайк басып кетіңіздер. Ең алдымен жылы сүтімізге кішкене шекермен ашытқымызды салып, бір араластырамыз да қақпағын жауып 5-10 минутқа қойып қоямыз. Яғни апара дайындап алатын боламыз. Апара дегеніміз осылай беті көпіршіктеніп, осылай тестамыз дайын болады. Одан кейін қалған шекерімізді салып, сары майымызды ерітіп, 2 жұмыртқамызды салып, венчикті көмегімен жақсылап араластыратын боламыз. Мұқият жақсылап араластырыңыздар. Шекері еру керек. Одан кейін ұнымыздың барлығын салып жібереміз де жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Артық ұн салмаңыздар. Рецепте көрсетілген ұнның бәрін салып жіберіп жақсылап араластырамыз. Егер қолдарыңыз жабысып жатса, кішкене ұн қосуға болады. Осылай қамырымыз көтеріліп, биік болып шыққанша ашытамыз. Қараңыздар, қалай пышный болып шықты. Қамырымыздың өзі идеальный екені көрініп тұр. Енді дәл осы қамырымызды осылай 4 бұрышты етіп жайып алатын боламыз. Қамыр өте жұмсақ болғандықтан былқылдап жайылмай жатыр. Сондықтан да мен 2-ге бүктеп алдым да, енді сәл қаттылау қылып ұнның көмегімен жайып шықтым. Рецептен артық ұн қоспаңыздар деген себебім, қамырларыңыз қатты болып қалса, булочкаларыңыз тығыз болып піседі. Сондықтан да осылай қамырыңыз жұмсақ, жұмсақ болып тұру үшін қолға жабысатындай етіп илеңіздер. Енді шекерге творогты араластырып, осылай барлығын жағып шығамыз. Содан кейін шетінен бастап орап, рулет секілді осылай пышақтың көмегімен кесіп шыға беретін боламыз. Үстінен баспаңыздар. Мен жай ғана осылай ашып тұру үшін көрсеттім. Қараңыздар, өте әдемі болып шығып тұр. Қалауларыңыз бойынша көз мөлшерімен кесе бересіздер. Мен барлығын осылай домалақ етіп кесіп шықтым. Пешімізді алдын ала қыздырып қоямыз да 4 бұрышты листімізге жайғастыратын боламыз. Мен көз мөлшерімен істегендіктен ба, әлде үнемі жасайтын болғандықтан бірдей етіп, санаулы етіп кестім. Листіме барлығы сыйып кетті. Сонда 4-еуден ба бір қатарға солай салдым. Қараңыздар, арасы сәл ғана ашық болса болды. Қазір енді бұл қызып тұрған пешіміздің үстіне қойған кезде көтеріліп әдем болады. Бетіне жұмыртқа жағып 200 градуста пісіріп аламыз. Қараңыздар, осылай қып-қызыл болып әдем болып пісіп шықты. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, ас болсын.